Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий жаза отырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Олай болса, бүгін біз сіздермен балалар 42-ші сабақ туған жер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта сурет бойынша әңгіме құрап, мәтіннің мазмұнымен салыстыратын боласың. Бірінші тапсырма: суретке қарап әңгіме құра. Ауылда. Біздің ауыл өте үлкен. Ауылымыздың әсем табиғаты көздің жауын алады. Жазды күні ауылда еңбек көп. Мал қайтар, қой қырқу, шөп ору, шөп шабу және де оны жинау. Үлкенді кішілі қарап жатпай, қолдан келгенше еңбектенеміз. Мен ауылымды жақсы көремін. Мінекей балалар, осы суретке қарап отырып, біз осылай әңгіме құрастырдық, иә? Олай болса балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Жүсіпбек Аймауытов жазушы, драматург. Ол 1889 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданы Жүсіпбек Аймауытов, яғни бұрынғы Қызылту ауылында дүниеге келген. 1931 жылы дүниеден озды. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар балалар. Түсініп оқы. Тақырыбы туған жер. Ыстық қой, шіркін туған жер. Туған жерге жеткенше қайтып дәтің шыдайды. Кім сүймесін өз жерін. Қартқожа туған жерін жанындай сүйеді. Туған жері еске түскенде іші бауыры елжіреп, өртенгендей күйеді. Еліне жетерге ұшарға қанаты болмайды. Әлден уақытта ауыл төбесі де көрінді. Қартқожа бала күнінде ашу қайтпастан жуа теруші еді. Бұзауды таба алмай шаршап отырып ұйықтап қалушы еді. Ауылының қарасы көрінгенде ғана Қартқожа әжесін есіне алады. Әжем қалай қуанар екен, көзіне жасы ағып, ойбай-ай, ағатайым жоқ екен-ау. Көзіне мөлтілдеген жас келді. Жасын тыя алмай, ауылдың бәрі бұлдырап көрініп, үйіне жетті. Есік алдында Кенжетай топай ойнап жүр екен. Қартқожаны көре сала, ағатайым, ағатайым деп тұра жүгірді. Қартқожа аймалап жатыр. Арбадан түсер түспестен кеңкілдеген әжесі де бас салды. Мәтіннің авторы Жүсіпбек Аймауытов Қартқожа романынан үзінді. Балалар, енді бізде осы мәтінге байланысты берілген сөздіктер бар екен. Дәті шыдамау деген ол жаңағыдай шыдамады, тұра алмады деген сөзді білдіреді. Үшінші тапсырма: сурет бойынша құраған әңгіме мен мәтін мазмұнын салыстыр. Мен құраған әңгіме де, мәтін де туған жер туралы деп жазар едім. Келесі төртінші тапсырма: анықта. Қартқожа кімдерді, нені сағынды? Мәтіннен тауып оқы. Қартқожа әжесін, көкесін және туған жерін сағынды, иә балалар? Бесінші тапсырма: сағыныш деген не? Ойыңды жаз. Сағыныш деп отырғанымыз балалар, ол табиғи бүкіл адамзатқа ортақ сезімдердің бірі. Яғни сағыныш ол отанға деген сағыныш, елге деген сағыныш, жерге деген сағыныш, анаға, бауырға, балаға деген сағыныш болып бірнеше түрлерге бөлінеді. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма: мақалдың мазмұнын түсіндір. Туған жердің ауасы да шипа, туған жердің жуасы да тәтті. Бұл жерде балалар туған жердің қасиеті, туған жердің қастері және де әркімге өзінің туған жері ыстық екенін айтып жатыр. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз сіздермен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.